Тұлпарда да тұлпар бар, қазанаты бір бөлек. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек деген ғибратты сөздің тереңдігіне үңілсек, қазанат батырлардың мінетін сәйгүлігі болса, азамат өзгелерден шоқтығы биік, кең пейілді, дүние танымы кең, ісі мен сөзі бір жерден шығатын өз заманның батыры. Сондай ардақ тұтар азаматтың бірі Қазақстанның құрметті темір жолшысы Сырлыбаев Серік Жаналыұлы қазақ темір жол ісінің қазанында қайнап, шарығында шыңдалған майталман маман. Әр адамның өмірі үлкен сапар. Сол сапардың жолаушысы боп Серік Жаналыұлы 1958 жылы шілде айының 28 жұлдызында Ақтөбе облысы Шалқар қаласында теміржолшылар отбасында дүниеге келді. Тіршілігі теміржол торабымен біте қайнасқан, темірдей тәртіпке бағынған Сырлыбаевтар әулеті Ақтөбе өңіріне жақсы таныс. Себебі тамыры тереңге бойлап, бақ дарыған бұл әулеттің әр мүшесі ел экономикасының күре тамыры боп саналатын күрделі салада еңбек етеді. Елбасы айтқан нағыз еңбек адамын осы әулеттен табасыз. Ұрпақтан ұрпаққа беріліп, өнегемен өріліп келе жатқан отбасының теміржол саласындағы жалпы еңбек өтілі 300 жылға жуық. Бала кезінен әкенің мамандыққа деген махаббатын көріп өскен, балалық шағы шойын жолдың бойында өткен, тепловоздың гудогы, темір дөңгелектердің гүрсілі құлағына сіңген Серік Жаналыұлы 10 жылдық мектепті тәмамдап, әскер қатарында борышын өтеп, өз болашағын темір жолмен сабақтастырды. Алғаш еңбек жолын 1976 жылы Шалқар локомотив депосында слесарь боп бастады. 1982 жылы аудандық комитеттің екінші хатшысы, 1986 жылы депоның кәсіподақ комитетінің төрағасы, 1997 жылы дөңгелек жөндеу цехының шебер маманы, 2004 жылы шеберхана бастығы, 2008 жылы Азамат М. жеке шаруашылық серіктестігі директорының орынбасары, 2012 жылы Қамқор вагон жөндеу депосының бас инженері, 2019 жылдан бастап филиал директорының міндетін атқарушы боп қызмет етуде. Қатардағы қарапайым жұмысшыдан бастап жауапкершілігі жоғары қызметке дейін көтерілу, адал еңбек пен адами қасиеттің ұштасуы болса керек. Яғни жауапты міндетке кездейсоқ емес, өзінің еңбекқорлығы мен табандылығының арқасында саты-сатымен жоғарылап жеткен басшы. Арнайы білімі, ұйымдастыру қабілеті, табандылығы жанындағы адамдарға үлгі боларлық жан. Серік Жаналыұлы іскер басшы ғана емес, кішілерге жол көрсетер аға, ақ дастарханның батасын берер дана, жаны бай, жүрегі кең адам. Үлкен кішінің сөзін ілтипатпен тыңдап, қол ұшын беруге даяр, шын тілеулес, ниеттес ақ пейілді. Ақсақалды, ақ дастарханды сыйлаған тектілігі мен мәдениеті биік тұлға. Дос жаран, әріптестерінің қуанышын бөлісіп, тойын думанды етуге, мерейін үстем етуге асығады. Өз ортасында іскер басшы болса, отбасында ардақты жар, асқартау әке. Жақында өткен облыстық мерейлі отбасы конкурсында бірінші орын иеленіп, республикаға жолдама алғанын аудан жұртшылығы мақтана айтып жүр. Сүйер ұлың болса сен сүй, сүйінерге жарар ол деген ұлы Абай ақынның сөзі осындай абзал азаматқа арналғандай. Бүгін Серік Жаналыұлы 63 жасқа толып отыр. Республиканың түкпір-түкпірінен ақ тілектер ақтарылуда. Құрметті Серік Жаналыұлы, біз акционер общество Олжа компаниясының атынан сізді шын жүректен мұна демалысқа шығуыңызға құттықтаймыз. Сіздің басқарып отырған мекемеңізбен біз бірталай жылдар бойы бірге жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Соны ойлаймыз сіздің еңбегіңіз ғой деп. Жігіттеріңіздер, жаңағы орындаушыларыңыз бәрі
уақытымен берген тапсырмамызды заявка дейді ғой, бәрін орындап уақытымен шығарып атты. Осы күнге дейін біз бірде-бір дұрыс жасамады деген әңгіме болған жоқ. Сондықтан біз шын жүректен Қамқор компаниясына рахметімізді айтамыз, оның ішінде сізге рахметімізді айтамыз. Еңбегіңіз, демалысыңыз құтты болсын. Деңгейіңізге саулық, аманшылық, отбасыңызға аманшылық тілейміз. Олжа компаниясы тарапынан сізді шын жүректен құттықтайды. Құрметті Серік Жаналыұлы, сізді Қазинтерфрахт Ақсай компаниясының атынан зейнеткерлік жасқа шығуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңызға құт береке, деніңізге саулық, бала-шағаңыздың рахатын көруіне шын жүректен тілектеспіз. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясына және Шалқар өңіріне қосқан үлесіңіздің мағынасы өте зор. Еңбегіңіздің жемісін көріп, бейнетін артқа қалдырып, зейнетін көруіңізге тілектеспіз. Әрқашанда деніңіз сау болып, сау саламатта болайық. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. 90 жастағы ақ жаулықты ананың ақ батасына бөленген сіздей азамат жан жағына қуаныш сыйлап, қоғамға үлес қосып жүруі хақ. Себебі анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қуанышыңыз ұзақ, зейнет жасыңыз құтты болсын, қадірлі Серік Жаналыұлы. Ұжым атынан сізге, ағайын туыстың құрметіне, жарыңыздың үлдесімен білдесіне, немере мен шөберелердің шу күлкісіне, ұл қыздарыңыздың жеңісті шақтарын көрген шаттықтың бақытты сәттеріне бөленген әдемі ғұмыр кешіңіз деп тілек айтамыз. Тойыңыз құтты болсын.